Балаларға арнап салынған алаңшалар алаңдатар күйде тұр. Қаламыздағы ойын алаңшаларының біразына жол салып, сапасына көз жүгірттік. Тиісінше бүлдіршіндерімізге тым қауіпті жағдайда тұрғанына көз жетті. Бұл қала тұрғындар арасында Самал мөлтек ауданы атанып кеткен шағын аудан. Тұрғындар тығыз орныққан аталмыш мөлтек ауданның бір емес бірнеше ойын алаңшаларына бардық. Тиісінше әр ойын алаңшасының жыры әртүрлі. Бірінде футбол алаңшасының торсымдары үзіліп, қатты жел тұрса балалардың үстіне құлау қаупі болса, енді бірінде әткеншектердің әлегі. Мынаны беліне тақпағаннан кейін құлап қалды ма? Иә. Трубка сеніп едім, бір жерде тұсап қалдым. Ауырған жоқ қой еш жерің? Қолым ауырды. Міне, ойын балаларына арнап салынған ойын алаңшалары бүлдіршіндердің көңілдерінен шықпайтынына көз жетті. Тіпті кадр сыртындағы былдырлаған баланың айтуынша бұл жерлерде ойнау тым қиын көрінеді. Жаңа Түркістанның бүлдіршіндерін балалар күнімен қатар 3 айлық жазғы демалысымен құттықтай отыра, бүлдіршіндердің емін-еркін ойнауына қала әкімдігінің мүмкіндік жасай алмай жатқанына кешірім сұраймыз. Амал бар ма? Өмір осылай. Сынағына көнесің, тағдырыңа ересің, ай. Ержан Смағұл, Жаңа Тұран, анық ақпаратпен жедел жаңалық.